Шәмс сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Күнге және оның жарық шуағына серт. Оған ілесіп сәуле шашқан айға серт. Оны паш етіп көрсететін күндізге серт. Оны бүркеп, жасыратын түнге серт. Аспанға және оны теңдессіз жүйеге келтіріп, тірексіз тұрғызғандарға серт. Жерге және оны масаты кілемдей жайып төсегенге серт. Әр нәпсіге және оны жаратылыстың мәні мен мақсатын ұғынып, соны жүзеге асыра алатындай қабілетті етіп, жүйеге салғанға серт. Содан соң, күнәнің жолдарын әрі одан сақтану, арылу жолдарын оның көкейіне салып, білдіргенге серт. Сол нәпсіні тәкаппарлықпен Аллаға қарсы келу дертінен арылтқандар, Алланың ауыр азабынан құтылып, мұратына жетеді. Ал нәпсісін тәкаппарлықпен күнә батпағына батырып, бүлдіргендер адыра қалады. Сәмуд қауымы шектен шыққан қыңырлықтарымен, иләһи ақиқаттармен өздеріне жіберілген пайғамбарға сенбеді. Ақыры өзгелердің айдап салуымен араларындағы ең қаныпезер жауыз суырылып алға шықты. Алланың елшісі Салих пайғамбар оларға: Алланың мұғжиза ретінде жіберген інгеніне тимеңдер, және оның су ішетін кезегін бұзбай тиісінше сақтаңдар деп ескертті. Бірақ олар пайғамбарды өтірікші санап, інгенді аяусыз бауыздап өлтірді. Нәтижеде Раббылары істеген күнәлері үшін бастарына келтірген азаппен олардың бәрін бірдей жермен жексен етті. Ол Алла істеген ісінің ақырынан әлбетте қорықпайды. Өйткені оның істерінде зәредейде әділетсіздік болмайды, әрі ол бірде-бір іс үшін жауапқа тартылмайды.